Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Дәл қазіргі таңда хит болған рукколадан өте дәмді, пайдалы және тез дайындалатын хит салатты жасап көрсететін боламын. Ең алдымен соусын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге зәйтүн майы, лимон суы және де орегано. Дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды салып, соусымызды жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы ретпен біз алдын ала жуып, тазалап, кептіріп алған рукколамызды дәл осы соуспен араластыратын боламыз. Ешқандай артық күш салмай, ақырындап қолымыздың көмегімен дәл осы соусты рукколамызға құйып, қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала суда қайнатып алған қызылшамызды ірілеу көлемде кубиктап турап аламыз. Егер қызылшаны ұнатсаңыздар, молырақ қоссаңыздар болады. Қызылша ағзамызға өте пайдалы, яғни қаназдықтың алдын алады. Келесі кезекте апельсинімізді де дәл осы ретпен оны да кубиктап ірілеу көлемде турап аламыз. Келесі кезекте салатынымызды ыдысымызға орналастыру үшін алдын ала соуспен дайындап алған рукколамызды осылай ыдысқа салып, оның үстіне алдын ала кубиктап турап алған қызылшамызды орналастырып шығамыз. Рецепттің толық құрамын описаниеда жазып қалдыратын боламын. Дәл сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, осылай қызылшамызды орналастырып шыққаннан кейін, келесі кезекте апельсинімізді де дәл осы қызылшамыздың үстіне орналастырып шығамыз. Бір жасасаңыздар, үнемі жасайтын салаттарыңыздың біріне айналатыны сөзсіз. Міне, осылай орналастырып шыққаннан кейін, келесі кезекте сүзбелі ірімшігімізді де осылай кез келген жеріне орналастырып шығамыз. Бізге өте керемет дәм беру үшін бальзамический соусты да қолданамыз. Сонымен қатар, қазақша контентті қолдай отыра, алдағы шығатын видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікірлеріңізді жаза кетуді де ұмытпаңыздар. Әрбір жазылған пікір мен үшін өте маңызды. Келесі кезекте дайын болған салатымыздың үстіне осылай кедір жаңғағын сүйіп шығамыз. Міне, біздің хит болған өте керемет салатымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.